Осы видеодан кейін сіз енді ешқашанда дүкеннен тушенка сатып алмайтын боласыз. Сондықтан осы видеоны соңына дейін көруге сіздерге кеңес беремін. Ең алдымен бізге осылай етіміздің жұмсақ жерін алуымыз керек. Менде бұл жерде жылқының жая еті. Осылай орташа қылып турап шығамыз. Сіздер қалауынша кез келген малдың етін пайдалансаңыздар болады. Ол жылқының, ол қойдың етін, не болмаса сиырдың етін пайдалансаңыздар болады. Менде айтып кеткендей, бұл жерде жылқының еті. Осылай етімізді ұсақтап орташа қылып турап шығамыз. Барлығын турап болғаннан кейін бізге қойдың құйрық майы керек болады. Оны да ұсақтап, осылай барынша ұсақтап турап шығамыз. Егер сіздер ірі майды жақсы көрсеңіздер, ірі қылып те турасаңыздар болады. Осылай туралған құйрық майымызды етіміздің үстіне саламыз. Және осы еттің үстіне 3-4 лавр жапырағын осылай езіп майдалап тастаймыз. Дәміне қарай қара бұрышты, тұзды және етке арналған дәмдеуішті сеуіп, барлығын жақсылап араластырамыз. Осымен етіміз дайын. Осы етімізді енді алдын ала мен жуып тазаланған банкымды аламын. Соның түбіне лавр жапырағын, 2-3 дана сарымсақты және ірі қара бұрышты салып, үстіне етімізді саламыз. Қатты нығыздамаймыз. Және алдын ала тағы туралған осылай құйрық майын тағы да бетіне салуымыз керек, яғни еттің бетін жабу керек. Дәл солай қалған банкілерімізді де толтырып шығамыз, яғни лавр жапырағын, сарымсақты, қара бұрышты сала отырып, етімізді осылай бетіне салып, бетіне кейін соңында құйрық майымызды салып шығамыз. Дайын болған банкілерімізге осылай міндетті түрде қойдың құйрық майын бетіне тағы да жабуымыз керек. Енді осыған, осы банкының бетін біз фольгамен дайындап қойдым. Осылай крышканың бетінде етіп, формасында етіп, осылай фольга кесіп алдым. Және крышка осылай нығыздап, жақсылап тұрып жауып қоямыз. Банкаларымыз дайын болғаннан кейін бұларды біз духовкада пісіретін боламыз. Бірақ духовкаға бірден салмаймыз. Алдын ала осындай духовкамызды дайындап, бетіне жарты пачка тұзымызды сеуіп, тұздың үстіне осылай банкаларымызды орналастырып шығамыз. Духовканы алдын ала қыздырмаңыздар. Духовканы алдын осы салғаннан кейін, бірақ бірге қосып, яғни температура көтерілу керек. Әрі қарай 2,5 сағатта мен ыстадым. Сіздер қалауынша 3 сағат ыстасаңыздар болады. Менде 2,5 сағатта пісті. Өйткені етім жас малдың еті. Қараңыздар, қандай әдемі болып шықты. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде сіздер де осы рецептпен дайындап көріңіз. Сіздің отбасының барлық мүшелері ұнайды деген сенімдемін. Астарыңыз дәмді болсын.